Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге осындай орам жапырақтан жасалатын салатты бірге дайындайтын боламыз, яғни тұздайтын боламыз. Мен осылай пекин капустасын алдым. Ең алдымен мұздай суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз еруі қажет. Енді мен капустаны осылай жуып алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады, бүтіндей салсаңыздар да болады. Пекин капустасы болмаса, қарапайым өзіміздің домалақ орам жапырағымызды салсаңыздар да өте керемет болады. Енді барлығын осылай тұзды суға салып аламыз. Түп жағыны да салыңыздар. Мен түп жағыны осылай ажыратып алдым. Енді бетіні жауып, яғни ауырлау ыдысты қойып қойыңыздар. 3-4 күнге мұздатқышқа қойып қоямыз. Менде 4 күн тұрады. 4 күннен соң осылай алып, азғантай суынан бөлек ыдысқа құйып алатын боламын. Достар, яғни мен сулы болғанын қалаймын. Егер сіздер сусыз болғанын қаласаңыздар, жай ащының өзіні араластырсаңыздар да болады. Енді қалған суыны төгіп тастаймыз. Мен осылай үй жағдайында жасалатын ащыны, яғни араластыратын боламын. Бұл ащының, яғни жаңағы рецептіні каналыма салатын боламын. Яғни құрамында чеснок бар. Егер сіздерде құрамында чеснок болмаса, чесноктың өзіні майдалап салып жіберсеңіздер болады. Енді осылай жақсылап араластыратын боламыз. Яғни ащымыз барлық жеріне тиюі қажет, яғни араласуы қажет. Енді оның үстінен жаңағы суымызды құйып жібереміз. Міне достар, біздің салатымыз дайын болды. Дайын болған салатымызды осылай мұздатқышқа қойып қоямын. Шетінен алып жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.